сәлеметсіздер ме? Мен номер 2 Шохан Уәлиханов атындағы жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы Жатқұл Эльмира. Мен сіздерге бүгін өзімнің сүйікті кітаптарымның бірін айта кетейін. Бұл шығарма «Қар қызы». «Қар қызы» негізінен Оралхан Бөкейдің шығармасы. Оралхан Бөкей көптеген оқырмандардың жүрегінен орын ала білген жазушы. «Қар қызы» студенттер мен оқушылардың жүрегінен орын алған романтикалық повесть деп айтсақ болады. Бұл шығармада негізінен 3 кейіпкер жайлы айтылған, 3 кейіпкердің өмірі жайлы. Аманжан, Бақытжан және Нұржан жайлы. Бұл 3 кейіпкер осы сапар шеккенде көптеген қиындықтарды бастан кешіреді. Және Нұржан бұл сапарда өзінің ғашығын кездестіреді. Яғни бұл белгісіз кейіпкер Қар қызы болатын. Қар қызы басқа да көптеген қазақ прозаларына, шығармаларына ұқсайтын қиын өмір кешкен қыз. Және соңында Нұржан екеуі қосылып бақытты ғұмыр кешеді. Яғни бұл кітапты мен сіздерге оқуға кеңес беремін. Бұл кітап менің көңілімнен шықты және сіздердің де көңілдерінен шығады деген үміттемін.